Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тек қана қиярдан жасалатын өте дәмді оңай салаттың рецептісін көрсететін боламын. Көбіне бұл салатты ресторандарда жасап жатады. Дәл соны бүгін үй жағдайында жасаймыз. Ең алдымен қиярларымызды жуып тазалап алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай екіге бөлеміз және де осылайынан қиыға жетіп турап аламыз. Құрметті достар, сіздерге бір өтінішім, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен алдағы уақытта көп деген осындай оңай рецептермен бөлісетін боламын. Міне қыздар, енді біз барлық қиярларымызды турап алдық. Енді осының үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Біздегі қиярдың суы шығуы қажет. Келесі 1 дана пиязымызды майдалап турап аламыз. Міне барлығын турап алдық. Енді табамызға 2-3 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, пиязымыз сарғайғанша қуырып аламыз. Міне біздің пиязымыз дәл осылайынан сарғайып шығады. Енді астын өшіреміз. Біздегі қиярдың түбіндегі шыққан суын төгіп тастаймыз. Осындай үлкендеу ыдысқа саламыз. Енді жарты шай қасық кориандр, қара бұрыш және де қызыл бұрыштан қосамыз. Сіздерде кинзаның кәдімгі шөбі болса, соны турап қоссаңыздар болады. Мендегі шөбі болмағандықтан осындай приправасын қостым. Енді соя соустан 3 шай қасықтай қосамыз. Және де кунжуттан шамалы қоссаңыздар, біздегі салатқа ерекше дәм беріп тұрады. Келесі қуырылған пиязымызды саламыз. Бұл жерде майын құймайсыздар, бөлек кәдімгі оливки масланы құясыздар. Енді туралған укропымызды қосамыз, болмаса кинза қоссаңыздар да болады. Ең соңынан 1,5 шай қасықтай кәдімгі қант салып, жақсылап араластырамыз. Міне достар, біздің салатымыз осымен дайын болды. Жақсылап араластырып, тоңазғышқа 1-2 сағатқа салқындатып қоямыз. Содан кейін барып тарелкаға салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Енді дәмі дегеннен керемет болып шығады. Үйде тек қана қияр болса, дәл осы салатты жасап көріңіздер. Түскі асқа, кешкі асқа немесе қонақ келген кезде де жасасаңыздар, енді керемет салаттардың бірі деп те айтсақ болады. Құрметті достар, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып және де өздеріңіздің пікірлеріңізді, жазуларыңызды да сұраймын. Мен міндетті түрде оқып, сіздерге жауап қайтаратын боламын. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.